Баршаңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге мен Айсұлу. Бүгін қуырма чүпәраның осындай әдемі және қытырлақ болып шығатын рецептімен бөлісемін. Соңына дейін қараңыздар. Алдымен парақшаға жазылып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Күнделікті рецептілермен бөлісіп тұрамын. Оның үстіне 1 шай қасық тұз және 1 жұмыртқамызды жарып қосамыз. Және ерітілген майымызды, сары майымызды қосамыз. Және 1 стакан су. Барлығын араластырамыз. Лопаткамен, сосын қолымызбен илейміз. Болған қамырымызды салафанға салып, бөлме температурасында жарты сағаттай қоямыз. Қамырымызды салафаннан шығарып, ұнды сеуіп, бірінші қолымызбен басып аламыз. Содан соң оқтаумен жаямыз. Осылайынан жұқа етіп жайып, ұнымызды сеуіп аламыз да, видеодағыдай кесіп шығамыз. Алдын ала пісірілген картонымызды езіп, дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Кесілген қамырларымызды осылай ішіне картонымызды салып, түйіп шығамыз. Міне бәрін түйіп болды. Енді майымызды қызып тұрған майға қуырып аламыз. Осылай сәл қызарғаннан кейін алып ыдысымызға салып аламыз.
Міне қуырма чүпәрәміз дайын. Қытырлақ, ауызға салғанда еритін чүпәрә. Көріп тұрғандарыңыздай оп-оңай жасалады. Үй ішілеріңізге істеп қуантыңыздар. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Астарыңыз дәмді болсын.